Оқушылар, бүгін математикадан 3-ші сыныпта 96-шы сабақ, яғни текше куб деген тақырыпты қарастырамыз. Тақырыпты қарастырмас бұрын, егер каналға бірінші рет кіріп отырсаңдар, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліңіздер. Енді бұнда міне бірінші есепте фигураларды ата дейді. Әр түрінен қанша фигура бар. Енді бұл жерді қарап тұрсақ, бізде 2 кубик немесе текше бар екен де, 2 шар бар екен. Сонда біздің фигураларымыз текше және шар болып тұр. Текше дегеніміз ол барлық жақтары шаршы болып келетін көлемді фигура дене екен. Яғни оның үш өлшемді фигура деп атаймыз. Текшенің өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі болады екен. Осыларды біле отырып, біз текшенің 6 жағы және 12 қыры барын білдік. Сонымен енді екінші есепте былай дейді. Осы текше туралы біліміңді пайдалана отырып, түтіктері мен ермексіздан текшенің моделін жаса. Текше моделін дайындау алгоритмін құр дейді. Енді бұл жаңағы алгоритм жасау үшін ең алдыменен біз бірінші ермексізді жұмсартамыз, түтіктің қырларын дайындаймыз, онан кейін оларды желімдеп жапсырамыз, немесе ермексізді қолдан жаңағы текшенің пішініне келтіреміз деген секілді алгоритмдерді жазуларыңа болады. Ал енді үшінші есепте, асыншы есепте былай дейді. Көктен 6 далына, қызылдан 4 дана қорап жасалды дейді. Бір қорапқа 36 сантиметр квадрат қағаз кететін болса, онда барлығына қанша кетті дейді. Яғни 36-ны 6-ға көбейтіп 216, 36-ны 4-ге қойып 144, екеуін қосып барлығын шығарамыз. Әсінші есепте де осылай шығады екен. Енді төртінші есепте сендерге үлгі берілген, үлгі бойынша текшенің жазбасын қалай әзірлеуге болатынын ойластыр дейді. Нұсқаларын бірін таңда, текшенің жазбасын досыңменен бірге жаса. Шашының қабырғалары 4 сантиметр болсын. Яғни қолдарыңа қатты қағаз алып, шаршының қабырғасын 4 сантиметр етіп алып, мына үлгілердің бірі ұнаған, бірі өздерің сызып, шыққаннан кейін бір-біріне желімдеу арқылы текшені құрастыруларың керек. Ал бесіншісі ойнайық дейді. Яғни ойыншының әрқайсысы 2 текшені лақтырады, түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Досың есептеудің дұрыстығын тексереді, әр ойыншы ойынды 5 рет қайталады. Яғни біреуінің қолына 2 текше берілсе, екеуін бір уақытта лақтырасыңдар. Сонда біреуінде мысалы 5, екіншісіне 6 түсетін болса, екеуін көбейтесің. Яғни 5-ті 6-ға көбейтсем 30 деген секілді. Мүмкін бірді 4 түсу мүмкін. Олай болса көбейтінді 4 деген болады. Яғни әр ойыншы жұптасып қасыңда досыңмен істейсің, сонда сен 5 рет, досың 5 рет лақтыру керек. Келесі, 6-шысы бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып, оларды шеш дейді. Яғни бұл жерде С, В, А, Y, X тарменен берілген теңдеулер екен, теңдеулердің белгісіз айнымалылары текшелермен белгіленіп тұр. Енді бұларды табу үшін кәдімгі біз теңдеу шешкендей шығарамыз. Яғни 5 көбейту С тең 250 болса, С тең болады 250 бөлу 5. С тең болады 50. Яғни 50-ді 5-ке көбейтсем 250 шығады. Сол секілді X бөлу 40 тең 6. Яғни бұл жерде X тең болады, 6 көбейту 40 болады. Та X-іміз 240. Яғни бұны тексеру үшін 240-ті 40-қа бөлетін болсақ, бізде 6 шығады екен. Қалған есептер міне осылай шығарылып тұр. Қарап алыңыздар. Енді 7-ші есеп, ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысын тауып, заңдылықты анықта дейді. Бұл жерде енді текшенің қырларын қарасақ, мысалы 2-ге қарама-қарсы ол 5 тұрады екен. 4-ге қарама-қарсы 3 деген сан тұрады екен. 1-ге қарама-қарсы 6 тұрады екен. Міне осы қарама-қарсы сандарды бір-біріне қоссақ, барлығы 7. Яғни бір-біріне қарама-қарсы нүктелердің қосындысы әрдайым 7-ге тең екенін көрдік. Сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан подписаться батырмасын басып тіркеліп, ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды, ссылкасын достарыңмен бөлісіп, аға әпкелеріңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.